Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті шәкірттер. Бүгінгі өтетін дәрісіміз мәттің түрлері. Мәттің 7 түрі бар. Біріншісі мәт табиғи, екіншісі мәт мұттасыл, үшінші мәт мұнфасыл, төртінші мәт лазым, бесінші мәт арыз, алтыншы мәт лин лазым, жетінші мәт лин арыз. Ал енді бүгінгі жеке тоқталатын дәрісіміз ол мәт табиғи. Мәт табиғи дегеніміз кәдімгі, дағдылы, қарапайым мәт деген сөз. Қашан мәт табиғи болады? Мәт әріптерінен кейін, яғни әлиф, вау, яй әріптерінен кейін сәбәб мәт келмесе, яғни хамза мен сүкін келмесе, мәт табиғи болады. Мысалы, мына жерде үшеуіне де мысал келген. Вауға, яйға және әлифке. Вау сүкінді болып, одан алдыңғы әріптің харакаты даммалы, яй сүкінді болып, яйдан алдыңғы әріптің харакаты кәсірәлі, әлиф сүкінді болып, әлифтен алдыңғы әріптің харакаты фатқалы болып тұр. Яғни, мәт әріптерінен кейін сәбәбі мәт, хамза мен сүкін жоқ, сүкін келмегендіктен бұл жерде қарапайым кәдімгі мәт болып оқылады. Мысалы, бұлай оқимыз. У-ти-нә деп, яғни у-ти-нә деп көп созбаймыз. Жалпы мәт табиғи бір әріп мөлшерінде созылады. Құрметті жамағат, бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Келесі кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.